Қайырлы күн достар, сіздермен Баян. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын пеште балық пісіретін боламыз. Менде сазан балығы. Балықтарды осындай бөліктерге бөліп алдым. Үстіне жарты лимонды сығып қостым. Лимонды қосып болғаннан кейін арнайы приправаларды, яғни чеснок, балыққа арналған приправа, майонез, жарты шай қасық тұзды қосып жақсылап араластырып алдым. Бұл балық өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептімен істесеңіздер, отбасыңыз сүйіп жейді. Егер менің каналым ұнап жатса, маған тіркеле кетіңіздер. Балықты пешке салғаннан кейін үстіне көкөністерімізді саламыз. Яғни картошка, сәбіз, жуаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Балықтың үстіне лимонымызды кесіп саламыз. Болғаннан кейін үстіне көкөністерімізді салып, фольгамен бетін жақсылап жабамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Осындай әп-әдемі балық шығады.